Ұлы ұстаз Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева арамызда болғанда 75 жас мерейтойын тойлаған болар едік. Өкінішке орай, бүгін мерейтойын біздің ортамызда тойлау уақыты бұйырмаған екен. Ардақты ана Ұлағат ұстаздың арамыздан кеткеніне де 5 жыл болыпты. Бірақ арамыздан кеткенімен артына өшпес із қалдырып кетті. Мен Қанипа апаймен 2008 жылдан бері дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия интернатында қызметтес болып бірге жұмыс жасадым. Оны мен мақтан тұтамын. Апай ақкөңіл, жүрегі таза, ізденімпаз болатын. Өз ұсынысын береді. Себебі әріптестеріне қиын кезеңдерде қол ұшын созудан шаршаған емес. Ол кісі алтынан да бағалы ойларын, ақыл кеңесін беруге әрдайым дайын жан еді. Тапсырмалар беріп шығармашылығымызды шыңдататын, оқушыларды өте жақсы көретін, үнемі бір жақсы көңіл күймен басын тік ұстап күлімдеп жүретін еді. Ұқыптылық пен тазалық Қанипа апайдың басты қасиеті болатын. Апайдың ерекшелігі бар. Ол қандай дейсіздер ме? Апай мектепке үнемі бір әдемі формада келетін, шаш үлгісі де ерекше болатын. Асқар алыстаған сайын айқындалар демекші, Қанипа апайдың бейнесі бүгін көз алдымызда Асқар тау бейнесімен сәйкес. Ұстаздың жарқын бейнесі әріптестерінің, шәкірттерінің жадында әрдайым сақталады.